оқып отырсыз ба? Нешінші қара сөзді оқып отырсыз? Жасы бұл 7-ші қара сөз. 7-ші қара сөзді мен қателеспесем, ересек адам мен сәбидің ой санасы туралы өзім толығырақ айтып бересіз бе? Расул дұрыс. Бұл қара сөзде бала өмірге келгеннен бері санасы өзгеріп туралы. Сәби өмірге келгенде екі ұғыммен келеді. Біріншісі қалай жеймін, қалай ішем. Екіншісі бір затқа талпыну, көрген затқа қалай алам, қалай жетем деген ұғыммен. Сәби өсе келе дауыстарды, бір заттарды көрсе, соған қарай талпынады. Өкінішке орай есейген сайын адам сол ұғымдарды жоғалтады. Мысалы, жалқаулық, еріншектік, немқұрайлық. Сонда жаратушы сәби кезімізден бері бізге бәрін берген ғой. Абай атамыз осы қара сөзді жақсы жазған.